Номер 3 Бескөл орта мектебі аудан орталығындағы ең үздік абаттандырылған ұйым атанды. Осыған орай Бескөл ауылдық округі әкімдігінің өкілдері арнайы білім ордамызға келіп, мектеп ұжымына бағалы сыйлықтарын табыс етті. Біздің мектептің ашылғанына 1 жылда толған жоқ. Осы уақыттың ішінде қалыптасу кезеңі жүрді. Әсіресе мектеп ауласын абаттандыру үшін үлкен жұмыстар атқарылды. Бұл мақсатқа түгел мектеп ұжымы мен оқушылар да атсалысты. Біздің жаңадан ашылған мектебіміз күннен күнге құлпыруда. Осы мектебіміздің аланы құлпыру үшін, көріктену үшін алда мақсат қойдық. Осы мақсатқа жету үшін біз бірнеше жұмыстар атқардық. Ол біздің жаңағы ұжыммен, оқушылармен жаңада өсімдіктерді отырғызған болатынбыз. Және де Айыртау ауданына барып, әдейі гүлдер әкелінді. Ол нарғыз гүлдер, мыңнан асам бархат гүлдер, жаңа георгин гүлдер дейміз, петуния дейміз, соларды бүкілін әкеліп, міне арнайы мектебіміздің алаңын көгалдандырған болатынбыз. Және де мектебіміздің басқа да көкөніс бақшаларымыз бар. Оның бәрі жаңағы біздің мектебіміздің ұжымына көп рахмет айтқымыз келеді. Оқушылар міне мектебімізге келіп, оларды суарып, жаңағы баптағаны үшін, және де ата-аналарға көп рахметімізді айтып, алғысымыз сіздерге шексіз. Аумағы ең үздік абаттандырылған ұйым «Лучшая благоустроенная территория организации» номинациясы бойынша нөмір 3 Бескөл орта мектебі жеңімпаз деп танылды. Құттықтаймыз. Рахмет. Жақында Бескөл ауылдық округінің әкімдігі ұйымдардың арасында ең үздік аулаға конкурс жариялады. Оған номер 3 Бескөл орта мектебі де өзінің жұмысын ұсынды. Нәтижесінде Қазылар алқасы біздің білім ордамыздың ауласын жоғары бағалап, жеңіске лайық деп тапты. Міне осы 2021 жылдың тамыз айында Бескөл ауылдық округі әкімінің аппаратымен ауылды көркейту мақсатында, үгіттеу мақсатында халықтың арасында абаттандыру конкурсы жарияланды. Сол конкурста 4 номинация болды. Ұйымдардың арасында нөмір 3 Бескөл ауылдық орта мектебі бірінші орынды иеленді. Аумағы өте таза, жинақы, гүлдері әдемі, және сирек кездесетін гүлдердің ағаштарын түрі отырғызылған бірінші орынға сай деп есептедік. Мұндай іс-шаралар, байқаулар әлі де жалғасатын болады. Енді келесі жылы бұдан да көп үміткер болады деген сенімдеміз. Ұйымдастырушылар мектебімізге бағалы сыйлықтарын табыс етті. Осы оқу жылымыз жағымды жаңалықпен басталып отыр. Ендеше қуанышымыз ұзағынан болсын дейміз. Сіздермен болған Асылжан Карбай арнайы мектеп телестудиясы үшін.